Сәлем достар, сіздермен бірге Азиза. Бүгін өте қызықты әрі өзекті тақырып телефонның сіз білмейтін қандай ауруларға шалдықтыратыны жайында. Ал олай болса, видеоны соңына дейін көріңіз. Бұрын ұялы телефон дегенде тек қана қалталы азаматтардың қолынан көретін болсақ, осы күні титтей балалардың да қолынан түспейтін ойыншыққа айналған. Қазіргі таңда телефонсыз адамды көру мүмкін емес. Ал олардың екінің бірінің қолында, жамбасында, қалтасында, сөмкесінде, кеудесінде жүрген осы телефон дегеніңіз қаншалықты адам ағзасына зиян. Американдық мамандар ашқан жаңалыққа бұл күнде ешкім таңғалмайтын болды. Осыдан 2 жыл бұрын екі қабат әйелдер мен жас балалардың ұялы телефонды пайдалануы олардың денсаулығына орасан зиянын тигізеді деп иондық емес сәулелерден қорғану жөніндегі Ресей ұлттық комитеті де дабыл қаққан болатын. Телефон балалардың денсаулығына кері әсер етеді екен. Есте сақтау қабілеті нашарлайды, танымдық қабілеті төмендейді, бойды селқостық билейді, балалардың көбісі ашушаң, шаршау, жүйкесі тез құриды. Ал ұялы телефонмен ұзақ сөйлесетін балалардың жүйкесі жұқарып, депрессиялық синдромға ұрынуы жиілейтін көрінеді. Адамдар поезда, лифт ішінде телефонмен сөйлесіп жатады. Ең зияны да осы екен. Ұялы телефонның антеннасы мұндай жағдайда жоғары деңгейде радиация шығарады. Бұл айналып келгенде адамның дене бөліктерін қыздырып, денсаулығына кері әсер беретін көрінеді. Әсіресе жастар күндіз-түні телефонға жабысып, қолдарынан бір тастамайды. Түнімен музыка тыңдайды, бір-біріне хабар жібереді. Әйтеуір тыным жоқ. Зарядтайтын қондырғы жарты метр жерде болса, онда жоғарғы кернеулі электр сымының астында ұйықтағанмен бірдей екен. Тіпті мұның соңы мидағы қатерлі ісіктің пайда болуына алып келеді. Ғалымдар сұмдық сорақы жайттарды да анықтап отыр. Ұялы телефонмен ұзақ сөйлессеңіз, ол адам миын 1 градусқа дейін қыздырады екен. Вот это поворот! Электромагниттік өріс толқынының үзіліссіз аз мөлшерінің өзі ағзаның орталық жүйке жүйесіне, қорғаныш статусына, көзге кері әсер етеді. Көру, есту, сақтау қабілеттері төмендетумен қатар, жыныстық органдардың және эмбрионның дамып жетілуі мен қызметіне де теріс ықпалын тигізеді. Ана құрсағындағы эмбрионның электромагниттік өріс толқындарына сезімталдығы ана ағзасына қарағанда анағұрлым жоғары екен. Сондықтан жүкті әйелдердің электромагниттік өріс аумағында ұзақ болуы нәрестені туа біткен кеселдерге ұрындыратыны ғылыми тұрғыда дәлелденген. Электромагниттік өрістер барлық тіршілік көздеріне, соның ішінде адам организміне өте үлкен зардап тигізеді. Биологиялық және медициналық зерттеу нәтижелеріне көрсеткендей, электромагниттік өрістердің адамның нерв жүйесіне, ішкі мүшелеріне, физиологиялық дамуына тигізетін теріс зардаптары анықталған. Сонымен қатар кейінгі кезде шетел мамандарымен бірігіп өткізілген зерттеулер нәтижелеріне сүйенетін болсақ, электромагниттік өрістердің әсерінен жүздеген ауру түрлерінің жаппай таралуы анықталып, қалаларда өзіне қол жұмсау фактілері көптеп тіркеле бастады. Себебі электромагниттік өрістердің адам ми құрылысына өте қатты әсер ете отырып, дұрыс ойлау, есте сақтау қасиеттерін бірден бұзады екен. Ал енді достар, осындай зардаптарды көрмес үшін біз міндетті түрде сақтық шараларын қолдануымыз қажет. Біріншіден, аталған қондырғыларды тұйықтау жүйесіне міндетті түрде енгізу қажет. Екіншіден, компьютерлер мен ойын автоматтарының және тағы да басқа құралдардың орналастыру талабы мен пайдалану уақыты сақталынуы тиіс. Яғни күндік тиісті уақыт 5 сағат. Пайдалану барысында үлкендер әрбір сағат сайын, ал балалар әр 30 минут сайын үзіліс жасап отыруы қажет. Және электромагниттік өріс деңгейінің көрсеткішін бақылау барысында зертханалық өлшеулер жүргізіп отыру қажет. Бүгінгі шығарылым сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Менің еңбегімді бағалап, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.